десек те осы айтысты игергенбіз. Кембіз бірақ кешегі билерденбіз. 90 ауыз сөзді бір тобық емес, толтырып 90 сөзбен түйгендерміз. Ішіне көлдей өлең толтырып ап, сыртына оттан көйлек кигендерміз. Аршатыдан шығатын күн секілді өмірге ерте келіп күйгендерміз. Жаныма жан еркедей жас қыз келді, еліне езуінен сый берген қыз. Бөлекше болмыс беріп шебер құдай, ерекше елден артық мый берген қыз. Таразылап жатпай-ақ баяғыда тараздың бір қызына үйленгенбіз. Жаңбырдың суыменен шомылдығандай жамбылдың сұлуларын сүйгендерміз. Сондықтан жездем қойды еркелей бер, иманына сүйеніп именген қыз. Еркелетіп жүруді балдыздарды ерманыптай жездемнен үйренгенбіз. Ағайын жаныма жан ерке кеп тұр, ерке қыз ел жұртына еркелеп тұр. 18 мың ғаламнан таптырмайтын 18-дің көктемін ерте кеп тұр. Қызымдай қызбен шығып қызық болдау, 10 жыл неге тумадың ертерек бір. Өлім кеп тұрмаса да босағама, елу кеп есігіме ентелеп тұр. Ер елуге келсе де айыбы жоқ, әр кетсе азырақ тер төгет құр. Марал көрген қасқырдай жалаңдамай, жезден асау желігін желкелеп тұр. Мақатайып секілді мақаңдарда искемесі тиіспейтін интеллектул. Еркелерді осылай еркелету, еркектерге қасиет ең керек бұлай. Көркіңе көрген адам таң секілді, жайқалып өскен сәмбі тал секілді. Жұрттар мақтап жату жет, сыртыңыздан мақтаса мақтайтындай бар секілді. Мойын құмның мойылдай қыз екенсің, шамшатамыз шырқаған ән секілді. Ой, мақтай бермей осымен тоқтатайын, өмірі қыз көрмеген жан секілді. Балдызменен жездесі айтысқанда әзілдесіп отыру заң секілді. Балдыздың жырын онда тыңдаңыздар, 6 айдан ағып жатқан бал секілді. Буыным босап кетіп жүрмесе екен, бұғының қанын ішкен шал секілді.